Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге Кастолом фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Кастолом лақап атымен танымал ағылшын футбол құрамасының бұрынғы капитан Дэнни мен есімді еркекпен танысамыз. Ол өзін мазалап жүрген ойлардан арылу үшін қолына бір бөтелке вискиін алып, үлкен жылдамдықпен барға қарай бағыт алады. Барға тоқтап өзіне тағы бөтелке шарапқа тапсырыс береді. Осы сәтте полицейлер пайда болған кезде еркек оларды боқтап, ал тіпті кейін полицейлерді соққыға алады. Ел заңы жұлдыздарды да кешіре бермейді. Нәтижесінде полицейлерді соққыға жыққан үшін және көлікті мас күйінде айдаған үшін оны 3 жыл түрмеге қамайды. Бұл жұлдыздың футболдық мансабы оны келісілген ойындарға айыптаған кезде құрдымға кеткен болатын. Сондықтан өз елінің футбол жанкүйерлері оны жек көреді, өздерінің ұлттық құрамасын ақшаға сатып кеткен үшін. Түрмеге келе салысымен оған басқа тұтқындар ысқырып, өз қарғыстарын жаудыра бастайды. Түрме басшысы болса, еркек келе салысымен оның бұл жерде ешкім емес екенін ескертеді. Оны түрменің үлкен күзетшісі Бертон мырзаның алдына алып келеді. Ертең түрме басшылығы оған түрменің футбол командасын жаттықтыруды ұсынатын болады. Ал Бертон еркекке сен жоқ деп жауап беру керексің деп ескертеді. Әйтпесе оның мұндағы жағдайы қиын болатынын қорқытып, оның жататын орнын көрсетіп, ал кейін сыртқа алып шығады. Ол доппен бірге түрме аумағындағы қоқыстарды тазалау қажет. Дэнниді өзіне түрмедегі авторитеттердің бірі Чарли шақырады. Сөйтсе, ол Англия-Германия ойынына көп ақша тіккен екен. Алайда Дэннидің әдейі пенальтиді қиыс теуіп, сала алмай қалғанынан көп ақша жоғалтқан. Сондықтан ол еркекке оның алдында қарыздар екенін ескертеді. Осыдан кейін Дэнни өзінің камерасына оралады. Камерасындағы көршілерді Дэнниді ұнатпайтындарын алғашқы сәттен ақ білдіреді. Аулаға шынжырға байлаулы, өте қауіпті әрі аңызға айналған тұтқын Братхерстің монахын алып шығады. Ол осы кезге дейін 23 адам өлтіргеніне қарамастан, полицейлер оны тұтқынға жарты жыл алдын ғана түсіре алған екен. Оған тиісуге тіпті түрменің күзетшілерінің өзі қорқады. Тұтқындарды былай алғанда, ертесіне Дэнни түрменің басшысына алып барады. Түрме басшысы өзінің жартылай кәсіби түрме командасына мақтау сөздерін айтып, осы жылы жоғары лигаға өтуді жоспарлап отқандарымен бөліседі. Ол үшін оған Дэнни секілді тәжірибелі футболшылар керек. Бірақ Дэнни аға түрме күзетшісі ескерткендей оның ұсынысынан бас тартады. Асханаға оралған Дэнниге сондағы тұтқындардың бірі тиесі бастайды. Бұл жаппай төбелеске ұласпай тұрғанда оларды күзетшілер ажыратып алады. Алайда олар тек Дэнниді ғана жазалайды. Оны жалғыз камералы түрмеге жауып. Ол камерада жатқанында оған Масса есімді еркек келіп оған кеңес береді. Ол тұтқындармен күзетшілер арасында ойын өткізуді ұсынады. Бұл олар үшін керемет жаттығу болатынын айтып, оның бұл ұсынысы түрме бастығы мен үлкен күзетшінің де көңілінен шықты. Осылай ол өзінің командасына адамдар жинай бастайды. Алайда футболға ебі бар тұтқындардың басым көпшілігі оның командасында ойнаудан бас тартады. Өйткені түрме авторитеті Чарли оларға тыйым салған екен. Түрмеде Дэннидің адал фанаттары да бар екен. Тіпті ол Дэннидің футболкасын киіп алған. Блюдс оған неше түрлі финттерді үйретуді өтінеді. Дэнни ауланы тазалап жүргенде түрмеде орын алып жатқан қылмыстардың бірін байқап қалады. Чарли тыйым салған заттардың орнына түрме басшысына қандай бәстер тігу керек екенін айтып беріп отырады екен. Осылай түрме басшысының өзі түрме тыйым салынған заттардың таралуына көз жұма қарайды екен. Нитро стукач болып шықты. Ол күзетшіге егер оны жағдайы жақсы түрмеге ауыстыратын болса, маңыздың ақпаратпен бөлісуге дайын екенін айтады. Олардың бұл әңгімесін Дэнни естіп қалады. Массаның доп теуіп жатқанын көрген аға күзетші Райчет оған тиісе бастайды. Ал кейін оны дубинкамен соққының астына алады. Ол қарсы сөз айтуға батылы жеткен үшін. Масса үшін араша түсуге сондағы тұтқындардың ешқайсысының батылы жетпейді. Тек Дэнни пайда болып қалып, Райчетті тоқтатуға тырысады. Оны сол сәтте қолын қайырып, жалғыз камераға тастайды. Алайда ол құнды тұтқын болғандықтан оны көп өтпей сыртқа шығарады. Оны Массаны құтқарып қалғанына риза болған жігіттер кездестіреді. Олар Дэннидің командасында ойнауға дайын. Ол Массаны менеджер қылып сайлап, тұтқындардың мүмкіндіктерін сынап көре бастайды. Тұтқындар арасында Дэннидің камералас көршісі өзін жақсы жағынан көрсетеді. Бұл уақытта бандит букмекер түрме басшысы егер ол бәс тігіп ұтылып қалған $5000 қайтармаса, аяғын сындартынын айтып қоған локко көрсетеді. Хедж Нитроға Дэннидің командасына тыңшы болып кіруді тапсырады. Сондықтан ол Дэнниге өзін Массаның орнына менеджер ретінде алуды ұсынады. Дэнни оның ұсынысынан бас тартады.
Ол Дэннидің командасына кіру қолынан келмегесін, оған зиян тигізейін деп шешеді. Сондықтан оған кетішті қарсы қояды. Ол түрме басшысына стукач етіп, сендердің жасырын істерің туралы баяндап берді деп. Бұл кетіштің ашуын келтіріп, ол шотландықпен бірге оны әжетханада ұстап алады. Олар Дэннидің көзін кесіп алмақшы болған, алайда осы сәтте күзетшілер келіп қалады. Дэнни оларды күзетшілерге ұстап бермейді. Осы арқылы өзінің стукач емес екенін дәлелдеп, шотландық оның адал еркек екенін түсініп, өз ісі үшін кешірім сұрайды. Ал кейін командасына өзін және тағы бірнеше футболды жақсы ойнайтын жігіттерді ұсынады. Чарли олардың командаға қосылуына кедергі болмас үшін Дэнни оның алдына барып келісім ұсынады. Ол ойынның кімнің жеңісімен аяқталатынын өзі таңдайтын болады. Авторитет өз кезегінде тұтқындардың командасының ұтқанын қалайтынын айтады. Түрме басшысы Чарлиге өз арызын айтады. Ол кеңес берген букмекердің оған ақша қайтар деп қоқан-лоққы көрсетіп жатқанын айтып, ал ол бар ақшасын күзетшілердің командасына тіккен екен. Чарли өз адамдарының Дэннидің командасында ойнауға өз рұқсатын береді. Бірақ оның бір шарты бар. Дэнни оның адамдарының бірімен төбелесу қажет. Ешқайсысы ол жай Дэннимен дос болды деп ойлап қалмас үшін. Дэннидің ұрыстағы қарсыласы осы кезге дейін 30 рет ұрысқа шығып, жеңіліп көрмеген ірі денелі кетіш болады. Ереже бойынша олар кезекпен-кезек бір-бірлерін ұратын болады. Әр ұрған сайын жергілік самогонды ішіп. Кетіштің соққылары өте ауыр, оның үстіне ол бірқатар қулықтарды біледі. Бірақ Дэнни олар ойлағаннан мықты болып шықты. Ол өзінің төзімділігінің арқасында жекпе-жекте жеңімпаз болып шығады. Осылай Дэнни тұтқындардың арасында құрметке ие болып, футбол тактикасын құруға кіріседі. Оларда бір мәселе болып тұр, лайықты қақпашы жоқ. Шотландық күтпеген жерден оған Монақты ұсынады. Олардың естуінше ол есінен алжасып, адамдарды өлтіре бастамағанда кәсіби қақпашы болуы мүмкін еді. Монақпен сөйлесу үшін Чарлидің өзі келеді. Түрме басшысы Монақпен сөйлесуге мүмкіндік бергеніне рахмет ретінде оған тұтқындардың командасына бәс тігуді ұсынады. Осы арқылы ол көптеген ақшаға ие болатын болады. Монақ олардың күзетшілерге қарсы ойнайтынын білгенде өз келісімін береді. Жаттығу кезінде Монақ қатты ашуланғаны сонша, ол ойыншылардың бірінің жағын сындырып тастайды. Бірақ кейінірек кешірім сұрайды, бұның кездейсоқ шыққанын айтып. Осылай күзетшілер мен тұтқындар командасы жаттыға бастайды. Әр қайсысы өз істеріне үлкен жауапкершілікпен қарауда. Чарли Дэнниге олардың жеңуі керек екенін айтады, өйткені ойынға үлкен көлемдегі ақшалар тігілуде. Бұл уақытта түрме күзетшісі Хедж Нитродан қалайда болсын Дэнниге зиян тигізуді талап етеді. Әйтпесе оның стукач екенін тұтқындарға айтатынын айтып қорқытып. Осылай Нитро бомба жинауға кіріседі. Түрме басшысының хатшысы Дэнниді өте қатты ұнатады екен. Ол еркектің қолына күзетшілердің ойыны басылған кассетаны беріп, орнына жақындасуды ұсынады. Осылай ертесін Дэнни тұтқындармен бірге күзетшілердің әлсіз тұстарын талқылап жатқанда, Нитро Дэннидің шкафына бомба орналастырады. Кенет Дэнни бейнекассетаны өз шкафында қалдырып кеткені есіне түседі. Бірақ оны алып келуге доп кетеді. Еркек осы кезде не үшін өз құрамасын сатып кеткенін айтады. Оның басын жұлдыз ауруы айналдырып, ол ақшасын оңды-солды шаша бастапты. Ақыр соңында ол ықпалды адамдарға қарыз болып қалған. Оның екі таңдауы болыпты. Ол пенальтиді салмайды, не өмір бақи мүгедек болып қалады. Ол бірінші нұсқаны таңдаған. Осы сәтте олар жарылыстың дауысын естіп, доктың қаза тапқанын біледі. Ал Нитроны енді ол қайтып шыға алмайтын жындылар түрмесіне алып кетеді. Осылай ойын күні де келеді. Олар алаңға шығып бара жатқандарында тұтқындардың барлығы оларға өз қолдауларын көрсетеді. Ойын алдын Дэнни ойыншыларға сөз сөйлеп оларды жігерлендіреді. Чарли олар доктың өмір бойы ақша жинағанын, сол ақшасына оларға футболка формасын сыйлық ретінде қалдырып кеткенін айтып, олардың формасын таратып береді. Ойыншылар алаңға шығып, Дэнни командасына таза ойнауды сұрайды. Тек қарсыластар лас ойнаған жағдайда ғана жауап қатыңдар деп. Тұтқындар алаңда не болып жатқанын біліп отыру үшін екі тұтқын ойынды талқылап отыратын болады. Ойын бастала салысымен екі тарапта лас ойнауға кіріседі. Алғаш болып ол салуға күзетшілер командасы жақын болды. Қарсыластарының айып соққысы кезінде Монақ допты қайтарып, қарсыластарының алаңына қарай жүгіреді. Ол соғу үшін қақпада ешкім қалмады, ал оны артқа қайтаруға ешкімнің батылы жетпейді. Бірақ қуанышқа орай тұтқындар үшін бәрі сәтті аяқталды. Кезекті шабуылға тұтқындар командасы шығады. Ойыншы допты қапталмен алып келіп, Дэнниге қарай пас береді. Ал ол өз кезегінде мүлт кетпей, допты дәл қақпаға бағыттайды. Алғашқы таймның аяқталуына аз қалды. Ойыншылардың жүйкелері сыр бере бастап, ойын алаңы жаппай төбелеске айналды. Тіпті алаң сыртында отырған комментаторлардың өзі төбелесе бастайды. Осылай алғашқы таймда аяқталады. Түрме басшысы күзетшілердің жеңіліп жатқанын көріп уайымдай бастайды.
Ол күзетшілер командасына барып, олар жеңілетін болса, бәрін жаппай жұмыстан шығаратынын айтады. Ал кейін Дэнниге барып, оған қоғанлылықты көрсете бастайды. Ол Нитроның Доктың өліміне Дэннидің қатысы бар екенін айтқанын айтыпты. Оның сөзінше Дэнни бөлмеге әдейі Докты жіберген. Демек, Дэнни қылмыстың қатысушысы болып табылады. Бұл дегеніміз оның түрмеде жазасы тағы 10 жылға ұзартылатын болады. Ол Дэнниге егер басыңа мәселе керек болмаса беріл деп кеңес береді. Екінші тайм басталғанда жарақат алған ойыншылардың бірінің орнына Блюд шығады. Екінші таймда Дэнни көп қателік жасай бастайды, допты көп жоғалтып пас бермей. Осындай сәтте Монах өзінің ерекше режимін қосып, мүмкін емес сальтолар жасап допты қайтарып бәрін таң қалдырады. Ал Блюд өзінің мүлдем футбол ойнай алмайтынын көрсетуде. Ол доп аяғына тие салысымен оны жоғалтып, тіпті бірнеше метр жерде тұрып, ашық қақпаға допты дәл бағыттай алмайды. Футбол алаңында лас ойын жалғасуда. Сондай сәттердің бірінде күзетші ирандыққа түкіріп жібереді. Ол шыдай алмай оны бір соққымен аударып түсіреді. Нәтижесін оған төреші қызыл қағаз беріп алаңнан қуып шығады. Бірақ соған қарамастан тұтқындардың 3 шабуылшысы тағы шабуылға шығады. Бұл жолы қапталдан келген пасты Кетч аяқтап, Счетті 2-0 қылады. Қатты босаңсып кеткен Монах доппен билей бастайды. Күзетші бұны кешірмей, оның қателігін пайдаланып, өздерінің ойындағы алғашқы голдарын соғады. Монах өз қателігі үшін кешірім сұрағанда бәрі таңғалады. Күзетшілер шабуылды арттырған үстіне арттыра түседі. Тұтқындар жағынан Дэнни ойында нашар ойнауда. Ол өтірік жарақат алып қалғандай алаңнан шығады. Бірақ ол орнына замена жасамайды. Нәтижесінде күзетшілер тағы гол салып есепті теңестіреді. Тұтқындар Дэнни оларды сатып кеткенін түсіріп, одан қатты көңілі қалады. Дэнни өзінің ойын өзгертіп алаңға қайта шығады. Бірақ бұл жолы командаластары енді оған сенбейді. Сондықтан ол соққы жасайтын жақсы позицияда тұрса да пас берер емес. Сондықтан бәрін Дэннидің өзі істеуіне мәжбүр болды. Ол допты тартып алып, алаңнан барлық жерінде командасы үшін тер тегіп жүр. Тұтқындардың қақпасына қарай айып соққысын белгілейді. Бірақ маньяк оларды құтқарып қалды. Ойынның аяқталуына бірнеше минут қалғанда Дэнни өзінің шеберлігінің арқасында қақпашымен бірде бір шығады. Ол қақпашы алдап өте берген сәтте құлап түседі, бірақ орнынан қайта тұрады. Ол қақпаға қарай жақындап тоқтап қалады. Голды өзі соғудың орнына ол Блюдсқа пас береді. Ол ашық қақпаға допты бар күшімен теуіп, тұтқындардың командасын алдыға шығарады. Осылай ысқырық естіліп, олар жеңімпаз болып шығады. Дэнниге түрме басшысы жақындап, оның өмірінің күл талқанын шығаратынын ескертеді. Бірақ осы сәтте араша болып Бертон түсіп, оны жақсы ойын үшін мақтайды. Кенеттен бастықтың көлігі жарылыстан аспанға ұшады. Бұл букмекердің атынан берілген сәлем. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.